Қайырлы күн оқырмандар. Қазақша контентті қолдап, тіркеліп, әңгіменің соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Қыздың көз жасы. Сейілбек жасы 25-ке тақап қалса да әлі үйленбей, бойдақ жүрген сері жігіт. Ауылдық жерде туып, ауылдық жерде өсіп өнген қазақтың қара баласы. 10 жылдықты ауыл мектебінен бітіріп, содан кейін Қазақстанның шығыс өңіріндегі ірі қалалардың біріне барып, жоғарғы оқу орнына түсті. Ол жерде құрылыс инженері деген мамандық алып, сол мамандығы бойынша өзінің туып өскен топырағына келіп, құрылыс инженері болып қызмет жасағанына да біраз жыл болды. Бірақ әлі үйленбей жүр. Обалы нешік? Оның үйленбеді деген атағы болмаса, сұлу қыз, жас келіншектерден есесі кетіп көрген жоқ. Ауылындағы 12-де бір гүлі ашылмаған жас қыздар мен бойдақ келіншектердің талайын шикілей жеп, тіске басар қылды. Сері жігіт қыз келіншектердің бір қатарын саған үйленемін деп қақпанына түсіріп алды да, артынан оларға маңғыт, аузыңа саңғыт деп қарасын да көрсетпей жөніне кетті. Сейілбекке алданып, аяқтары ауырлап қалған бірен-саран қыз келіншектер де болды. Ақырында олар Сейілбекті мойындаттыра алмай, бірі әйелі өлген, бірі әйел жіберген шал-шауқанға тиіп, жан-жаққа кетіп тынды. Олардың қолдарынан бар келгені көз жасымыз жібермесін, біздің көз жасымыз сені оңдырмас деп, обалдарын Сейілбекке артып кетті. Ауылда Сейілбекке әй дейтін әже, қой дейтін қожа табылмады. Бұндай еркіндіктен есірген Сейілбек әләуләйлім таусылса, дәләуләйлім тағы бар деп бұрынғы әдетін одан әрі жалғастыра берді. Сейілбек осылайша үріп-ішіп шайқап төгіп тұра тұрсын. Біз енді оқырмандарға оның отбасын таныстыра кетейік. Бұдан 6 жыл бұрын Сейілбектің әкесі, 4 жыл бұрын шешесі қайтыс болды. Сейілбек әкесі қайтқанда 19, шешесі қайтқанда 21 жаста еді. Сейілбектің өзінен басқа үйілмелі-сүйілмелі 2 қарындасы бар. Қазір оның біреуі 18, екіншісі 17 жаста. Олар 10 жылдықты бітіргенмен одан ары оқи алмай отыр. Оның бірден-бір себебі Сейілбектің салт басты сабау қамшылығы. 2 қыз ағасының әне үйленемін, міне үйленемін деген уәдесін күтіп, ойға да қырға да кете алмай жіпсіз байланып отыр. Екеуі де сәмбі талдай майысқан жауқазын қыздар. Осы 2 қыз Сейілбектің 6 бөлмелі үйін хан сарайда етіп ұстап отыр. Қазір Сейілбектің сайда сайран, ойда ойран салып жүргені осы 2 қыздың арқасы. Қыздың үлкенінің аты Айкүміс, кішісінің аты Ақкүміс. Сұлу Сәлия. 10-шы сыныпты бітірген 16 жастағы, әке-шешесінен жастай жетім қалып, аға жеңгенің қолында жүрген Сәлия атты қам көңілдеу қыз еді. Қыз 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнына түсуді армандайтын. Ол үшін қаржы керек. Сондай халдегі жас қыз ақша табу үшін жаз мезгіліндегі 3 ай демалыста қабырғасы қатып, бұғанасы бекмегеніне қарамастан құрылысқа келіп, қол жұмысын атқарып жүреді. Оның жұмысқа қабылдап, сылақшылық қызметке қосқан Сейілбек болатын. Қыздың көркі тамаша еді. Елтең-селтеңі жоқ, әрі ұстамды қыз. Сейілбектің арам ойы қызды жұмысқа алған күннің ертесінде бас көтеріп еді. Содан бері есіл-дерті сол қыз болып, түкірігін жұтып жүр. Бірақ Сейілбек арам ойын іске асыра алмай, мысық табандап бір ай жүрді. Ақырында талай сұлуға тісі тиген кәнігі қасқыр оның да ретін келтірді. Орталықтан 15-20 шақырымдай жерде совхоздың бір бөлімшесі болатын. Сол бөлімшеде салынып жатқан монша бар еді. Бір күні Сейілбек өзіне қызметтік мақсаттар үшін бекітіліп берілген совхоздың жеңіл машинасына Сәлияны отырғызып, екеуі монша салынып жатқан бөлімшеге келді. Рульде Сейілбектің өзі отырды. Сейілбек келген бойда Сәлияны монша жұмысына қосты. Моншаның сылақ жұмыстары атқарылмай тұр екен.
Сәлия оны шамның жарығымен түн ортасына дейін монтаздай қылып бітіріп берді. Содан кейін Сейілбек екеуі ауылға қайтты. Бұл жолы да машинада екеуінен басқа ешкім жоқ еді. Бөлімшеден шыққан соң көп ұзамай-ақ Сейілбек өз ойын Сәлияға білдірді. Мектеп бітіргеннен кейін оған үйленгісі келетінін айтты. Оған дейін ойнап күле тұрайық деді. Сен мектеп бітіргенге дейін еш нәрсеге мұқтаж болмайсың. Жаныңа не керек, соның бәрін өзім тауып беремін деп сықпыртты. Сейілбектің аузынан мұндай сөзді естігенде Сәлияның жүрегі тас төбесінен шықты. Сәл үнсіздіктен кейін дүрсілдеген жүрегін басып: «Ағай, не айтып отырсыз? Сіздің екі қарындасыңыз секілді мен де қарындасыңыз емеспін бе? Жасым ол екеуінен де кіші ғой. Ұялмай қызармай мұндай сөзді маған қалай айтып отырсыз? Маған еш нәрсенің керегі жоқ. Мектепті бітіргеннен кейін өз күшіммен жоғарғы оқу орнына түсемін. Әрине, оған қаражат керек. Сол үшін қол жұмысын жасап жүрмін. Қыз бала тұрмыс құруы керек. Өмірдің заңы солай. Оны жақсы білемін. Менің сөз байласып жүрген сыныптас құрбым бар. Жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін сол құрбыммен көңіл жарастырамын», депті. Сонда Сейілбек мырс-мырс күліп: «Иттің басы алтын табаққа салса, шошып кетеді деген сөз бар еді. Сол рас екен-ау. Мен 15 жасымнан бастап сейірлік құрдым. Содан бері талай қызға қырындадым. Олардың бәрі мен атайын сен тұр дейтін қыздар. Солардың бірде-біреуінен менің меселім қайтқан жоқ. Сонда солардан қайтпаған месел жалғыз сенен қайту керек пе? Сен арыма дақ түсіртпеймін деп шіренесің. Менен сенің арыңа дақ түспейді, бақ түседі. Түсінбесең, сенің бір сәттік арыңды қолыңнан емес, жолыңнан аламын. Оның түк қиындығы жоқ. Көзді ашып жұмғанмен бірдей. Сенің арыңнан менің сөзім қымбат. Мен сөзімді жерге тастай алмаймын», деп мәшинесін жолдан бұрып алып, совхоз орталығынан жарты шақырымдай қашықтықта өсіп тұрған жалғыз теректің қасына келіп тоқтады. Ол теректің түбінде аумағы бір қора қойдың жатағындай қазан шұңқыр тұңғиық қара су бар екен. Талай адамның басын жұтқан қанды су көрінеді. Екі жағы тіп-тік жар. Жардың тереңдігінен жиегінде тұрып, төмен қараған адамның басы айналады. Сол жерге келгесін Сейілбек машинада отырған қызды жерге түсіріп те, оны сүйрелеп жалғыз теректің түбіне алып келіп, шешін деді. Қыз шешінбеймін деп тұрып алса керек. Бұдан кейін қыз бен жігіттің арасында алыс-жұлыс басталған көрінеді. Қыз көпке дейін қарсыласып, жауына дес бермепті. Қайсар қыз өзін-өзі қорғап қалу үшін жігітке аяқ қолын бірдей жұмсап, оның бет-аузын көгала қойдай қылса керек. Ақырында жігіт қызды жығып дегеніне жеткен көрінеді. Сейілбек кетерінде қызға қарап: «Арыңа дақ түсіп қалды ма? Ештеңе етпес. Мына жардың астында тұнық су бар. Соған барып тазаланып кел. Үйіңе жеткізіп тастайын», деп миығынан күлді. Сонда Сәлия: «Қан құмар құзғын, жүре бер, шаруаң бітті ғой. Мені не қыласың? Мен аяқ астынан құзғынның да азғынына жем болып қалдым. Арыма дақ түсті. Одан тазарудың жолын өзім білемін. Сенде азғынның арыма түсірген дағын тазартамын деп тұнық суды лайламаймын. Азғынның кірінен суда жеркенеді. Маған жасаған қиянатың, мен көрсеткен қорлығын күндердің күнінде үйдегі екі қарындасыңның алдына келсін. Ол екеуінде сен сықылды азғындармен мен құсатып зар еңіретсін. Алла тағала сенің көзіңе соны көрсетсін. Оған дейін өлме», дейді. Қаралы қарындастар, Сейілбек таң ата үйіне келсе, сырттағы сәкінің үстінде біріне бірі сүйеніп, зар еңіреп отырған екі қарындасын көріпті. Сейілбекті көргенде екі қыз: «Ағатай, қайда жүрсің? Бізді құрылыста жұмыс жасап жүрген Әзірбайжан мен Арменның екі жігіті зорлап, масқарамызды шығарып кетті», деп шарбақты бастарына көтеріп жылаған көрінеді. Сейілбек ішке кіріп қараса, қыздар жататын екі бөлменің астан-кестеңі шығып жатыр екен. Ана жерде, мына жерде де қан-қан болған киімдері шашылып қалыпты.
Бұны көргенде бас айналып, көзі қарауытып кеткен Сейілбек жатын бөлмесіне келіп етпетінен құлапты да өз басын ұрып дөмпештей беріпті. Таң атып үйдің іші жарыққа толған кезде Сейілбек екі шекесін қысып сыртқа шықса, екі қарындасы шарбақтың ішіндегі күн сайын өзі жаттығу жасайтын белдік темірге асылып тұр екен. Ел жұрт жиналып, айкүміс пен ақкүмісті ақыреттік сапарларына шығарып салыпты. Құрылыста жұмыс жасайтын жалдамалы адамдарды түгендегенде бір Әзербайжан жігіті мен бір армян жігіті жоқ болған көрінеді. Ол екеуі қыздар зорланатын түні елдеріне қашып кетіпті. Арада 3 күн өткеннен кейін Сәлияның денесі де жалғыз теректің түбіндегі қара судың бойынан табылған көрінеді. Қыз жардың басында тұрып тұңғиыққа секіріп кетіпті. Сәлия үйінен су жаңа көйлегі мен іш киімін киіп келіп, өзі зорланатын күні былған іш киімдерін жалғыз теректің түбіне қалдырып кеткен екен. Киімді қарағанда арасынан қыздың жазып кеткен хаты шығыпты. Бұдан бір күн бұрын менің басыма ақыр заман орнады. Менің басыма ақыр заман әкелген қазіргі заманның бір азғыны. Оның аты жөнін айтпаймын. Оның аты жөні айтар ауызға да, естір құлаққа да жеркенішті. Сол азғын мені осы жерде қан жосағып зорлады. Халық Сәлияны төбелеріне көтеріп, соңғы сапарына шығарып салды. Сейілбек ұсталып түрмеге түскен көрінеді. Күні кеше жарқырап тұрған 6 бөлмелі хан сарайдай кең үй, айкүміс пен ақкүмістің асылы бөліп, Сейілбек ұсталғаннан кейін есік терезелері бітеліп, қараң қалыпты. Әңгіменің соңы. Ұнаса пікір жазайық.